бұл тұлғалардың қай-қайсысы неге мықты болды деген сауалға айтсақ, Абай атамыз былай дейді: баланың жақсы болмағы жақсы ата-анадан, ұстаздан, ортадан дейді. Алаш қайраткерлерінің орталарына қарасаңыз, ортасының бәрі мықты, кілш, сайдың тасында іріктелген, шетінен жанып тұрған, сен тұр, мен айтайын дейтін жігіттер, қыздар мықты болған. Енді тура сол уақытта қарама-қарсы бағыт бар. Совет тәрбиесін көргендер. Маған кеше Атырауға барғанда бір сұрақ қойды. Сол сұрақты қазір сіздерге қояйын. Былай деді: 1893 жылы туған Сұлтанмахмұт неге алашшыл, неге 1894 жылған Тұрар Рысқұлы неге алашшыл емес деді. Екеуі бір жыл туып тұр, қарасаңыз. Енді сіздерге айтайын. Сұлтанмахмұт туған ортадан кімдер шығып тұр? Сұлтанмахмұт туған ортадан Шоқан Уәлихановтардың ата-бабалары шыққан, Шоқан шығып тұр. Ал Шоқаннан кейін сол Шоқанның әулеті болған Мұса Шорманұлы шығып тұр, Сәдуақас Шорманұлы шығады, Мағжан Жұмабай шығады, Жүсіпбек Аймауытұлы шығады. Кілең мықты жаяу мұсалар шығады. Әнші, сазгерлер, батырлар, жыраулар, палуандар шыққан жер. Ал Сұлтанмахмұт сол ортадан шығып тұрып қайда барады? Солардың тәлім тәрбиесін көреді. Алдыңғы толқын не істесе, Сұлтанмахмұт та соны істеп ілім-білім жолына шығады. Ал енді Тұрар Рысқұлы туған Талғар, бүгінгі Алматының жанында. Ол жерден кімдер шығып тұр? Тоқаш Бокиндер шығып тұр, ұры қарылар шығып тұр, өтірік айтқан, өсек айтқан, қазақ қоғамын іріткі салған, қазақтың қыздарын, ұлдарын аямай өлтірген, солардың сатқындық жасаған адамдар шығып тұр. Ал сондай тәрбиені көрген адам қайда барады? Қайда ұзап барады? Ойлап көріңізші. Яғни адамды тәрбиелейтін орта. Сіздің бүгінгі ортаңыз мықты болатын болса, сіз мықтысыз. Сіздің ортаңыз баукеспе, сіздің ортаңыз ұры, сіздің ортаңыз зинақор болатын болса, сіз сол ортадан шығасыз. Нағыз жаман адам, нағыз хайуан деңгейіндегі адам сіз боласыз. Өйткені сіздің ортаңыз тәрбиелеп отыр. Ал ортасы мықты адам, ортасы иманды адам, ортасы парасатты адам бұзақырлыққа, зинақорлыққа, жамандыққа бармайды. Өйткені оның ортасы обал деген не, ар-ұят деген не, сауап деген не деген түсіндіріп қойған. Көрдіңіз бе? Міне, орта деген осы. Сондықтан орталарыңызды тәрбиелеңіздер. Біздің адамзаттың ардақтысы, баршамыздың идеалымыз болған, баршамызға кумир болатын, баршамызға өмірдің көшбасшы болып, өмірдің не екенін түсіндіріп кеткен абзал пайғамбарымыз бар. Сол пайғамбарымыздан жеткен бір хадисте былай дейді: адам баласы досына байланысты дейді. Досы қандай болса, сол адамның мұсылман екенді, иманды екені анықталады дейді. Көрдіңіз бе? Яғни сіздің досыңыз кәпір болатын болса, сіздің досыңыз оңбаған болатын болса, сіз де сол деңгейдегі адам боласыз. Сондықтан осы кезден бастап біз дос таңдауға әрқайсымыз дұрыс болуымыз керек. Әсіресе мына мектеп жасында отырған ол қыз достарыңызға, жаныңызда жүрген құрбы құрдасқа дұрыс қараңыз. Ертең сатып кетпейтін, тар жолда сізді тастап кетпейтін болу керек. Міне, Алаштың ұқтырар тәлімі осы. Алаштың алты алған пәнін біз қайта жаңғыртып, дүние ілімінде, дін ілімінде қатар алып шықсақ, құстың қос қанатындай емін еркін самғайтын едік. Міне.